Так, мынау Машексай ауылы 7 мамыр мейрам тойлап жатыр. Жарады. Аттар ат шабысы басталды ма, басталған жоқ па? Басталған, жаңа жинап жатыр да. Көріп қалып тұрып жатырған ғой жерден. Бір машина өтіп баратыр екен. Маз ба, қандай мынау? Тақман ба? Машексай ауылы. Яны аттылы. Қалған қыздар әзірленіп жатыр. Бәйге ойын жоқтан болып тұр ғой. Ұялға кетіп баратырмын Қасқырға. Соған жолдан көріп тұрып жатқаным ғой. Сіздер үшін. Мына қолыңызда тырбаңда бейімбек жасап отырады. Қайда алып баратыр? Не істейді бұл? Түйелер. Неғып сендер жүрсіңдер? Отақандарың көбейтті ғой. Шөлейттің кемелері. Керемет шөптің арасына жатсыңдар. Так. Қай жерім мынау деп ойлады? Құлшық деген жерге келатырмыз. Келісілген жерге. Жақта Оразбай деген қасқырша бауырымыз. Соған информация келіп, соған дәулет шақыртып келіп жатырмын ғой. Біз таптық қанамның қарап педокремен. Жақта жүр. Алтығын асынып тұрғы орақан. Қалай? Барсыңдар ма? Жайлап. Қалай, тыныш па? Қалайсың? Қалай? Жайлап жақты өздеріңізге. Қалайсың? Фонарик тағып алған өзі. Фонарикті өзі тағып алғансың. Көшіп кетті. Жоқ па не? Ішіне душ шыққан сияқты болды. Қазғанбыз, ана кісінен қалақтың есінен қазған ғой. Астынан. Иә. Ана тұрған ғой да, ана көрініп тұрған. Алда талмаса айнауының жанын талдарын таптық қой сол жерде. Иә. Мына қалақтың басын жатыр екен, мен қазып кіріп. Нағаш қасқыр дейді. Жақын жерде қарап жатырмын ғой нағаш. Қарасаң алда келіп тұр екен. Аттың үстінен атқа аяғын есің астынан бұрқ өтіп қайқайды. Кештегі ма? Иә. Енді? Еннің алда патрон не тісіп кеткенбіз. Арада сендер жігіттерің ба? Иә. Ой, күшіктер мәңгіріп бады ғой. Күшіктер шыққан неткенде қыздері бар. Алып кетіп тұр ғой. Ол үшін атылды кешеме жерден. Айналып бізге ішкі ғой. Не былай әкет, не былай әкет. Сөйтіп ме? Ау. Баяғы жылы сияқты шу керек. Інге қарай жүрген ғой да? Соны тасып кетіп тұр ма сонда? Ой, ескі ғой. Жардың астына қазған да? Қасқыр аудың бейнеті мен зейнеті дей ме? Не алайды бұны? Бейнетсіз Жергілікті жігіттердің арқасында дәулет болмайды. машинамызды оңдап отырмыз. Оу, міне болашақ қасқыршы. Қасқыр аңшы боласың ба сенде? Өскесін? Атаң сияқты? Иә. Міне атаң мен папаң осы сен үшін еңбек істеп жатыр мына жерде. Сен үшін осы жерде еңбек істеп жатыр, білесің бе? Мал өстіріп, ертең саған күшті келіншек алып берейін деп өскесін. Сенің тойыңа келетін шығармыз, 80-дегі шалдар болып. Аман бол. Соған жеткізсін. Жеткізсін. Иә. Қасқырларды тауысып.
Küçük сияқты. О, мен. мынау биік қой. Мынау мощный екен. Мынау вообще келді. Андай қақпаққа жауып соғылады. Жоп, тоғылат соған. Ол несі? ой ол жоқ ол жейді. Сіз үшін машинадан босатып беріп жатырмын ғой машинаны. Мынау шақарда. ол Мен алып машинада салдым. Мынау кімдікі еді негізінде? Қасқыраңдыға келіп жатырмыз. Ана жерде апаны болды, күндіз қарадық. Бірақ күшіктерін тасып кеткен жоқ. Соны қазір қарауға келдік, кешке қарай келді ме екен деп тағы да. Келмеген. Яғни күшіктер жоқ деген сөз. Терең апан. Иә. Ескі құдық дедің ғой де? Ескі құдық. Асқардың ізін байқайық деп тоқтап отырмыз. Қарап өтейік деп. Суға келіп жүрген жоқ па екен. Кешкі мезгіл. Із көрінбейді. Мынау ненің ізі? Қай жерде? Жоқ ештеңе де. Жоқ. Кеттік па? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін мына Роман деген досымыздың қосында отырмыз. Жаңа Қазан ауыл аймағы, точка военный. Қасымызда Аққали деген бауырым. 3-4 күннен бері бірге жүрміз осы Қасқыр ауылда. Кеше міне көршісі Роман бір арланды алыпты қырдан. Керемет дөбірланды. Енді соның қаншығын ұстап көргелі әрекет жасайын деп келіп жатырмыз. Роман, айтып жіберші, кеше қалай болды? Кеше. Басынан бастап шеш.
Қызық болсын. Иә, кеше ол таңертең сол 9-да бардым деді, шықтым деді. 9:30-да шыққанмын, сол банаға бір ескі үн көрген едім, соған қарап қайтайын деп. Соған бардым, ескінің ішінде енді із ештеңе жоқ. Соған енді чисто бір выстрел жасадым ішіне. Сосын басқа ештеңе жоқ, енді жаңбырдан кейін ғой. Кері қайтып келе жатқан жолда ашықта не кездесті? Сол арлан кездесті. Сосын оны машинамен қуып, ол бұдырдың ішіне қашты. Сені байқамай тұр ма ол арлан сонда? Иә, ұйықтап келе жатыр ма, шаршап келе жатыр ма, жұмыстан келе жатыр, қысқа айтқанда. Жақын ба сені? Ол жерде қызық болғандай дейді. Мен ол арланды көріп келе жатқан жоқпын. Иә. Оң жағыма қарайын, киік тұр, қазір бір киік. Ол киік арланды көріп тұр. Соны кеше айтып отыр. Арасы неше метр сонда? Алыс енді бір 300 метрдей араларда. Короче, ана киік ана қарайды. Жүгірмейді де. Басын бүйтіп бірдеңе. Арлан ба? Жоқ, киікті айтамын. Көрсетіп тұрған маған, мен оны білмеймін. Ол саған да қарап тұр дейді. Мен міне былай қарап тұрмын ғой, мынау міне аңды келе жатқан арлан. Соның короче киікте тұрды да, бір уақытта жүгірді киік. Жүгіргеннен кейін қалай қаратай жүгіргенін түсінбей тұр. Былай қаратайын бұтқа тұр, былай қаратай жүгірді, тікесіне жүгірді. Содан кейін бұрылып қалсам, уже арланын көріпті, сол жағымнан уже арлан көрініп қалды. Ашықта кіріп келе жатыр екен. Неше метр примерно сенен? Менен бе где-то сол 1 шақырымға жетпейтіндей болар. Жаман сөз айтпа. Иә, бір шақырымға жететін сондай шама жер. Алыс екен ғой. Иә, сосын ол қашқанда машинамен тезіме қуып жеттім, бұдырға дейін тек артынша тек. Ол же мылтығым пока әзірлегенше 1 секундаларынан айырылдым. Сосын ана бұдырдың ішіне кірді. Кіргеннен кейін уже тек бір теректі айналды да, все, жоқ көрінбей кетті. Айналам таба алмаймын, сосын ой құрсын, ол машинамен іс болмаса жаяу нетейін, жаяу ізбен барайын деп артынан ісіп кеттім. Соны ізбен жүре бердім. Соны анда бір көшіп кеткен күшіктердің ескі орны бар еді. Соның ішіне кірді ізді. Ішінен шыққаннан кейін уже 2 із болып кетті. Ұрғаш соның ішінде күтіп отырған болып тұр. Сол жерден кездесіп екеуі. Екеуі жүрді содан кейін. Екеуінің ізімен жүре бердім. Ізден айырылдым. Кері айналып келіп, сол банаға суаттарынан құдықтар бар екен ішінде су ішетін. Сонымен қайтып жүрдім, айтып кері таттым. Екінші рет тағы айырылдым, кері ізден тағы. Қанша уақыт өтті соған? 3 сағат уақыт өтті ғой, пока мен сол цельға жеткенше. Олар жылдам жүреді ғой маған қарағанда. Олар деген кетіп қалды да, ана жердегі жарты сағатта болып тұр, ұйқын түйіп жатты ол кәмілді ойлап отырмын. Мен сағат 2-лерде жеттім соған басына. Сағат 2-лерде сол 2 сағатты сол атқаннан кейін қарап қалдым. Ізбен кетсің қазір. Бұдырдың бір іргесінде ұйқын түйіп отыр екен. Анау шошып оянып атып тұрды. Менде де сондай реакция. Ол да шошиды, мен де шошимын. Бір жері ағайын жатсың ғой. Мылтығым дайын тұрды, бәрі заряженный тек. Көзеп тұрып атқанда тек осы шеқарымдан атқап шығарып тастады осы. Анау айналды, бір 2-3 айналды да қашты. Короче, бегам мен уже 2 патрон, 2-ші патронды кізе болдым уже. Асын ол уақытта теректің ішіне кіріп кетті. Теректі уже із қараймын, із көрінбей, жаңбырдан кейін жақсы, бәрі күшті көрініп тұрады. Көріп тұрсың шеққарын жақтырып тастаған да, сол бұрап жатыр ғой. Бірінші ана жылып тағысы келеді өзі. Тістейме, жетпейді, мойын жетпейді, короче. Сөйтеді ғой. Сосын ана теректің ішіне кіріп кеткен екен, оны білмеймін, теректі бір айналып шықтым, содан кейін түсіндім, ішінде жатыр екен. Дайын жатыр, последний прыжокқа ма бірдеңеге жатыр ғой. Оны көп жақындаған жоқ, 2-ші патронмен тарс бір аттым. Одан кейін теректің басқа жеріне көшіп кетті. Содан кейін айналып бардым да, сол бас жағынан бардым да, 3-ші өстермен басынан контрольіне кетті, болды все. Мақшек бір атып қалды сразу. Бітіл шаруа деген сол удачная охота. Суырдың ғой, суырып алып. Иә, суырып алып шығып, сосын енді ірі ме? Ірі ауыр енді, бір қолмен сүйрегенде көрініп тұр, салмақ енді не арық емес, упитанный. Тойып келе жатыр. Барып машинамды алып келем деп, кері алып келіп, машинамен кері ана ізді тауды, GPS-пен ана машинаның ішінде дейтін іздемейді GPS. Жаяу жүрсең, точно көрсетеді саған прям до метра. Машинамен что-то 100 метрге дейін келемін. Машина алыстаған болып тұр ғой. Машинам сол 3 шақырым ба, сол жерде қалды, жаяу барып машинамды алып келдім. Машинамен іздеймін, ананың қасынан таба алмаймын, сосын GPS балам айтады еді, жаяу жүрсең тез табады деп. Ана жылқын GPS-тен талай жоғалттық қой, соны тауып жүрдім. Соны
өзім тауып алдым да шиқылдап. Соны таппастан бір машинамен жүргенде сол іннің қасында жүрген. Оказывается, мен выстрел жасағанда 40 метр жерде іні бар екен бәрі қаншықтың. Ана бана кетірген қаншық, где-то кетіргенде уже жолдар айырылды ғой екеуінің. Ол келгенде інге кіріп кеткен өзіне. Мынау дейтін іннің қасына жатқан 40 метр жерге. Негізінде екеуі бірге жатқан болды. Бірге келеді екеуі. Кетіп қалады екеуі. Кері қосылады, кетіп қалады, кері қосылады. Сол банағы Арлан деген жаман арран. Ізді деген жаман шаттырды. Анаусы деген жеңілдеу салмағы. Ізі түспейді оны. Ізі түспейді. Соның банағы ырғашысының артынан жейін бе деп ойладым. Бір арран емес қой деп айтыр. Пут етпейді ғой ізі деп. Мұны Арлан бір жерге келеді, айналып кетеді жоқ. Болды все. Басын қатады ана бака. Білмеймін, аяқ тырнақтың штанмен жүріп кетеді ме? Бірдеңе сондай бір түрлі. Салмақ түсірмей. Өзі ірі ғой ойласаң. Солай жүріп кетеді бір. Буквально көрініп тұрды сразу. Вообще, мына табандары түспейді, тырнақпен жүріп кетеді ме? Бірдеңе. Сондай жердер болып прямо. Солай жүреді екен. Әйтеуір солай аяқталды ғой охотамыз кеше. Сол енді кеше ана бір ұрғашыны інін кешке дейін күттің ғой бәлен сағат. Содан қазір айтып жіберейін. Кеше біздер енді содан сенімен кездестік те сөйлестік кеттік қой. Сені хабар алдық қой, сен сиырлардың жатқан жерін көрсеттік солармен. Біздер әбез екеуміз аңдуға кеттік. Сол түнде таң атады, 4-ке таман кетеміз деп отырғанда бір қаншық па екен, Арлан ба екен, қаншық сияқты. Орташа сол көрінді. Бір жерден атып шықтан жыра болды ғой. Жағадан атып шықты, көріп тұрмыз, атуға келген жоқ. Ара-ара айналып барып, сиырлардың арасымен саған қарай асып кетті. Сосын қайтып кетірғанда жолдан қарадық та, ізі бар. Сосын саған келіп айтып кеттік қой таңда. Соны сен бүгін қарадың да? Таңертең тұрып қарадым, айналадан сол банаға сиырдың өлімдік могилкасы бар еді, сонда барған, жүрген, сол жерде бір шама айналды. Содан кейін ізін кішкене жоғалттым, мына жерден қайта кеттік, айналып, мына үйдің артында бір бұзаудың өлімдігі бар, соған келген. Осы құдықпен түскен сияқты, неге сен ар жақтарда жолдан ешқай жерде пересекать етіп өтпеген. Кілең қоян түлкінің өзі. Біздер бір ағай жатқанда да үйге жетпей бұрылып кетті ғой жолдан. Сіздің машинаның ізіне жүріп тастаған қояндар, түлкілер. Не жоқ. Қасқырдың ізі жоқ. Ол бір жермен бұдырмен жүрген теке, менен теке. Сояқпен түскен екен. Ар жақта бір төшке бар, сол арқылы маршрутпен келе жатыр ғой. Солмен келіп бері қарай. Құдыққа бармаған ба? Құдыққа? Жоқ, құдыққа. Өзінің құдығы бар ғой олар. Нағыз сен құдығыңда. Өздерінің құдығы мына жейтін жеп алады, өзінің құдығынан бір ішеді, без риска, без... Биыл енді өзің қасқыр туралы айтып кетші, неге біздер қасқырға аңшылық жасаймыз, саны реттеу үшін қандай кеселі келіп жатыр сенің қожалығыңа? Ол біздерде қымбаттау болып тұр, ол банағы реттеу деген жоқ, мұнда деген реттеу емес, олар деген прям истребление малды жасап тұр ғой, білмеймін, күн сайын бір бұзау жейді. Бізде, например, санап кетсең, бір жылда 30 бұзауға дейін жеп қояды, почти біздің төлдің жартысын жеп қояды. Не үшін отырық бұл жерде? Осы бітіл проблемамыз біз деген осы. Ала алмаймыз, ол, ладно, біздер сонда қырсық адамымыз, артынан қалмай, тіспен болса да жылып аламыз да. Ала алмайтын кісілер бар, олар не істейді? Олар бұзауларын беріп қойып отыр, болды. Амал жоқ, бұзауларын беріп қояды, жаманауыз ғой, анау ғой. Біздер деген әйтеуір тапырлап артынан шауып бірдеңе аламыз келеді, қалай еткенде де. Охотниктер жоқ, ала алмайды, қиын сондай арран животный ғой. Өте жаздалу қиын ғой. Жаздалу қиын қыста, енді қыста қар жаумайды ғой, қазір қыстар солай өп кетті, қар жоқ. Қыс бойы қарды көтіп шығады, қыс бойы қар жаумайды, көктемде келгенде бір жұма болады, ол бір жұқа қар, ол что-то боранның несіне жарамайды дейді, бірдеңе дейді. Сонымен қыс өтіп кетеді, уже 2-3 жылдан бері атылып отырған жоқ ол деген. Көбейіп жатыр, күшіктерін алынбайды. Сондай проблема ғой бізде қазір. Қазір енді ана апаннан 7-8 күшік шығады жоқ дегенде. Ол ертең әке-шешесімен 10 қасқыр шығады. Жоқ, соның бәрі тірі болып шықпасын, оның бәрі өледі ғой. Ішінде самый мықтылар шығады дейді ғой, 2-3 шығады по-любому. Болды, сонымен көбейеді ғой. Соның өзінде 2-3, 3 жылда уже 10 қасқырмен деп есептей бер, мына жерде. Ал олар тағы каждый бір-бірден туып шығады ғой тағы. 3 тағы, міне, арифметика простой ғой. Так, жақсы. Роман, рахмет. Сізге де рахмет. Түсіндіріп отқанға. Көрейік енді шығып, кешегі апаны іздеп көрейік. Қаншық іздеп көрейік. Түнде сол қаншық болар мүмкін де.
шыққан қараймыз. Сол арнаяқта Жаңбыр болмаған сияқты із көріну керек. Із көрінеді. Көріну керек қой. Мына жерде көрініп тұр баға. Күштерін тасып кетті ме қараймыз оған. Жақсы ал, жолға шығайық. Іске сәт. 600 метрде қалды дейсің бе? Уже қанша жүрдік? 600 метрде қалды. 2 километр бірдеңе дедің ғой да? 200-300 болды ғой. 200-300. Кішкене оңға қарай алу керек деді. Сол түзелмей. О. Әне жермен өтіп кетуге мынау жетті. Қайсы міне жатыр? Екін жатыр ғой. Марсен жатыр ғой. Не? Мынау көрдің бе? Қара. Қарайықшы. Қараңдар. Квартира. Мына көз квартирный дом. Ашып еш, Рома. Рома, ашып мына. Із бар ма? Жаңа 2,5 мың былай кетті. Анада із бар бір. Мынау ескі ғой. Жылой тек. Мынау жатқан ғой. А? Аның Ескі жатпаған. Мына құтаққа анау. Иә, қараймыз ғой. Мынау. Із жатыр ғой. Әне, кірген. Жатса енді жатып ұрып қойды. Конкретно. Таза ма? Бұрын болған. Жоқ та? Конкретно ғой деген. Болған. Кірмеген бұлаш. Не етеміз бұнда? Мана неге бар. Мана бара берейін. Мынаны көзі кетіп қалған ғой. Так, точно дейсің бе? Міне жатыр ғой. Арлан. Нән екен, де? Жақын ғой да? Жақын ғой. 100 метр ғой арасы. Ана мына бір алдымызда тұр. Ондай биік емес, мына андай. Да? Осы жағынан ба ауызы? Иә, осы жағынан ауыз. Мына жерге тоқтай қойыңыз, жанынан көрінесіз. Осы жер ме? Иә, бөлек көп іздеп қоймайық машинамен. Бір свежий бірдеңе бар ғой. О, кешегі Арландікі ма? Шыққанда деген... Міне мына қарсы. Жоқ. Көп үзбе, қарашы. Ойлай тұрған. Тасыды ма, тасымадың әңгіме сол. Тасымаған ғой? Тасымаған сияқты. Екі бар. Екі шыққан. Болды, басқа жоқ. Надан кіретін. Атып шықпасын. Қойшпайды. Болсын шүгір. Таяға шүгір. Нені көреміз? А? Шүгір болса деймін ғой. А, шұқылап па? Таумен шығып қарайын деп жатыр ғой. Қарайын деймін ғой. Иә. Ол қалай, ол суткі бойына жата ма солай не? Қайда білесің? Кешеден бері жата ма деймін ол? Жоқ. Оларда бір кезде шешкі бермеймін, все время. Жоқ, түсінікті, не емейді. Енді кеше сен келіп кетіп қалдың да? Сонда әлі жатпайды ғой дегенім ғой. Жоқ, несі деймін, может кіші болар деймін ғой. Жоқ, өзі жатса. А, өзі шығып кеткен, анасы біреу шығып кеткен болар дейсің ба? Тасымады ғой. Сындырма. Неге? Қысарып кетеді ғой. Жарайды ғана. Мұны кіргенмін, нен анау.
екеуі шыққан. Мынау әлгі менікі мынау әлгі мен артынан ілесіп келе жатқан арман. Ана жерге барады да былай қарай кетеді ол. Жағалап кетіп қалады. А? Бұрып кетеді ғой, арам ғой. Тіке жасап қоймайды ғой, неге боковойға кетеді ол. Олар кірген негізінде, дұрыс па? Шыққан. Не істейді әкші, өзі тұрмаған ба енді, Қайсы шыққаны? Қайсы көріп тұрған жоқпын? Білінбесті? шығады ғой ары қарай. Мұнда кеткен, қара. Иә, міне жатқан жерін қарай. Мұны жатқан, иә. Кеше болды ма? Бұл? Мен білмеймін, оны байқаған жоқпын кеше. Жатқан өзі жатқан сияқты. Қаншық сияқты болды, анаған қарады. Мынау қаншық кішкентай. Мұнда да бар. Ауын қаншық екен? Уақ қоқшан деп бар. Күшіктер емес пе? Жүрмейді ғой олар. Жоқ, алдындағы случай ірі болып кеткен деп айттыңдар ғой. Міне мұны ірі қара, мұны уже екеуі мұны. Мен өзім мен адасып таба алмай жүрмін ғой ана сәрін. Сонда? Ау. Ананы қазу керек па? Жоқ, ананы қазбаймыз. Қойш? Онда жоқ. Жоқ па не? Түбінде жатқан бұл. Жоқ деймін онда. Кіріп шыққа, или дауыстар естілу керек па? Жоқ енді ішінен бір шығып тұрып қалай бәрін алып шығады ол кеше. Иә. Естіпті ма не? Или көтеріп ма? Қалай? Білем. Тасу керек қол деген. Или ол жерде адамна баяғыда шығарыпты. Тық қойған бір жерге де. Талдың түбінде де. Давай, разговор жоқ. Жатқан бір шығу. Біз қарайық. Анау қай жерде жатыр, ана жақта? Анда барып келейін ба анаған? Иә, бара бер. Тіке бересіз бе? Мін жағында кішкене. Ақ тиек барасың. Кеше атылған арланның көруге баратырмын. Онда мен онда қалай дейді? атып отырған кезде шығып кетті. Иә. Міне. Ондай вариант. Мына бар. Шығып кетеді ол деген. Иә. Атып отқан кезде ме? Может, возможно, шығып кеткен болар мен А мына Лешка болған жоқ деп тұр ғой кеше. Білмейтін, соны никакой мимен атты. Жаңа осы жерде шығарып кеттім де.
Міне кетіп жатыр. Міне көрдің бе? Біреу екеу барып жетеу үшін. Зара кетіп жатыр. Міне міне. Мен бұшаған жоқ сонда оны кешегі деп ойлайсыңдар ма? кешегі мынау. Түндегі ме елеп басқа әне жоқ анда кетіп жатыр. Мен анадан былай инеп көрдім. Жандар жоқ тап-таза. Тек екі қабанның ізі бар. Свежий кетіп жатыр. Если мына жерде туған болса, онда жан-жақтан күн сайын келіп жатады ғой. Мынау тек жататын жер болып тұр. Бұл талдың арасында елем жағында күшік. Шамасы сөйтпе. Мынау мына нететін болса, ол аннан да келеді, ол жақтан да келеді, жанынан да келеді. Тамағын тасу керек қой. Жанынан шықпаған мынау. Құсқан бірдеңелер болу Мынау керек. енді арланы атып алды ғой, кім раман. Мынау киіктіңіз ғой мынау. Киіктіңіз işte. Еще анчадан екі қабанның өзі кетіп жатыр. Свежий. Мына киіктіңіз. Қазір Армат тұра тұр. Ата, әңгіме айтады, соны жазып алайық. Мына тізгінде. Иісі қандай бұл? Міне иісі деген Керемет иісі де. бөлек. Яқ прямо ауа райы не, ауада тұнып тұр да, иіс деген. Жақсы. Так, тізгін дейсің бе? Айтшы еще. Тізгін болады осының аты. Мына осы қызылғымдарда жақсы өседі. Қызылғымда андай сексеуіл сияқты тоқтатуға неге иісі не сиреннің иісі сияқты. Одан да мықты сияқты, иісі бұрғап тұр. Иісі жақсы. Алып нетсе бір жұма Шыдайды. шыдайды, үйге кәдімгі не беріп тұрады. Иісі деген. Дізгін. Мынау дізгін деген осы. Неге ұқсайды ғой деймін де? Тобылға ұқсай ма, ұқсамай ма? Тобылға аздап ұқсайды, Келеді. несі бар. Иісі деген ма тек осы гүлдеген кезде болады тек, да? Көктемде, да? Иісі осы мына гүлдеген кезде болады, тек қана. Иісі, несі, жұпар иісі кәдімгі жақсы иісі. Бөлек несі, ауасы нелері, осы несі. Гүл түскеннен кейін не болады? Жапырақ болып кете ме? Осындай болып, мынандай болып өседі. Өсе береді, осы мына не. Мына қазір гүл береді сосын, неден шашатары. Дән. Дәні болады үші. Мынадан кейін дән шығады. Дән шашылды, осы шашылды, кете береді. Енді шарбақ сыпыратын нелер бар. Сыпырық жасайтын ба? Сыпырық жасайтын. Оның аты қандай? Шілік тал дейді, қызыл. Жоқ қой деймін жерде. Ол шамада бар, қазір көрсетейін. Мынау қандай ағаш? Мынау тал. Тал ғой да? Бұл тал. Кешегі апандарды түртіп қарайтын осы тал ғой. Қорағанды түрі. Қораған нелер бар. Бұл тал. Жетеде өсіп жатыр ғой. Өзінің есімдені осылай өсе береді. Міне. Осы неге пайдалануға болады? Сыпырықшыға ма? Сыпырықшыға. Бұның аты қандай? Шілік, шілік қызыл шілік дейді. Ана Шарбақ нелер, сыпыруға. Әжелеріміз киіз басқанда пайдаланып жүрді ғой, ол емес қой да бұл? Осы. Осы ма? Осы неге ана... Или ол тобылғыдан жасалады ма? Жоқ, тобылғыдан жасалайды. Мынау киізетін сияқты, себебі не? Осындай неден. Ұзынша келген. Киізден неткенде. Киіз басқанда пайдаланады ғой? Атын қалып отырмын енді оны. Тоже ши келеді ғой деймін. Шие ме? Шие. Сондай бірден ататым. Соған пайдаланған, сыпырғышқа пайдаланады. Киіз үйдің ішіне нетуге, соған пайдаланады. крем нетуге, ілуге ме қалай? Қоршауларға пайдаланады. Қоршауларға пайдаланады. Қызыл тал. Сосын бүрген дедің бе тағы бірден айттың? Ол бүрген енді қазір шыққан жоқ. Ертең бірін нетіп жатқанда. Әлі шыққан жоқ та? Шыққан жоқ. Міне, осылай бұл өседі. Осылай бәрі өседі. Қызыл шілік талдар. Так, ал Аққали бауыр 3-4 күннен бері
қасқырдың аңшылығында жүрдік қой. Иә. Қасқыр қалай? Көп па сіздерде? Зардабы бар ма? Не айта аласың Осы неде көрермендерге? құмда қасқыр несі бар ғой енді. Қасқыр жағы көп шаруашылықтар бар. Не бермейді. Көп слишком ауланбайды. Соған енді арасында шығып өзіміз малымыз үшін пайдаланамыз енді жайлап шығып Тиіп жатырғанда ма? тиіп жатқанда еспен. Биыл қалай тартты ма? Биыл алды енді. Несі бар? Бұзау қашар нелер алып жатыр енді. Көршілерден де алып жатыр. Көп енді, слишком көйіп кетті, ауланбайды. Аңшы жоқ. Запрет, ауласаң запрет қойып тастайды. Ақша бөлінбейді мына охотник нелерге. Сол бөлінсе, мына халықтың нелеріне, шаруашылығына несіне әйтеу жақсы болар еді деп ойлаймыз енді шаруашылыққа. Бұрынғы кеңес уақытындағыдай Кеңес ауланып жатқан жоқ дейсіз ғой да? Ауланып жатқан жоқ бұрынғы. Совсем көбейіп кетті. Енді ол бір қасығың, бір қасқыр ұялағанда 8, 12 туады. Күзде көбейіп шыға келеді ғой. Иә, күзде көбейгенде енді ол деген 5 қасқырын сонда есепте 10-нан өлгені 10-12-ден туғанда көп болады. Санын соның ажарында есептей беріңіз. Сұрап тұрғаным енді көбіне қасқыр қасиетті, қасқыр қазақтың сондай бір символы деп сөйтіп қорғаушылар көп та. Көбі түсінбейді қасқырдан қандай зиян зардап шегіліп жатқаны әсіресе.